Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Қазақстанда орташа зейнетақы мөлшері қандай? 1 наурыздағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2.354.000 адам. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 616,3 миллиард теңге сомасының зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 193,8 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 422,5 миллиард теңге жұмсалды. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше 1 наурыздағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2.354.000 адам. 2024 жылы 1 наурыздағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132.352 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 90.091 теңге, базалық зейнетақы 42.761 теңге. 2018 жылы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатын еске саламыз. Бұл ретте 1998 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақытта сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-нан тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 85%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 105% белгіленеді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.